Hello everyone, welcome to the trial lesson. Бәріне сәлем, пробный сабаққа қош келдің. Бүгінгі пробный сабақтан бір айдың ішінде қалай бір деңгейде аяқтауға болатынына жауап аласың. Ол өзі мүмкін бе? Әрине мүмкін. Ол үшін сабақта берілген тапсырмалардың барлығын орындап, максималды түрде техникалар мен ақпараттарды алып, сабақты соңына дейін қара. Ал ендеше біз бастаймыз. Let's get started. Осыдан 4 ай алдын бұл мүмкін бе деген сұрақпен келген шәкіртім Аружанның нәтижесін бірге көрейік. Hello everyone, how are you? Today I want to leave a mini review about this course and about Miss Gulnaz. So next started. When I first came to this course, I didn't know anything in English at all. But thanks to her, now I understand a lot of things and I can speak. I can watch American TV shows, American movies, American cartoons in English. And with the last hope, I came here. Miss Gulnaz helped to me, and Miss Gulnaz taught me English from other side, and she can discover my love for these languages. For 3-4 months, she helped to me. That's all, guys. I invite you, and I can guarantee for you. That's all. Bye-bye, guys. Қалай саған? Студентімнің нәтижесі ұнады ма? Өзіңді Аружанның орнына қойып көрдің бе? Егер де я болса, құттықтаймын. Сен дұрыс жолдасың. Ал енді сабақты бастайық. Бүгінгі сабақтың бірінші бөлімінде ағылшын тілінің 7 бағыты бойынша сабақ өтетін боламыз. Ал екінші бөлімінде тіл үйренуде барлығы жіберетін қателіктер туралы айтатын боламыз. Ал үшінші бөлімінде менің өніммен танысатын боласың. Жалпы 7 бағыт деген не? Ең бірінші pronunciation. Pronounce, яғни дыбыстау деген сөзден шыққан. Оның не маңыздылығы бар? Қазақ тілінде А әріпі А, Б әріпі Б. Өзі қалай әріп солай дыбысталады. Ал ағылшын тілінің ерекшелігі ондай емес. Қазақ тіліндегі А әріпінің өзінің 5 түрлі дыбысталу жолы бар. Сол сияқты ағылшын тілінің 26 әріпінің ішінде 9 әріпінде дыбысталу ерекшеліктері бар. Мысалы, U әріпін қарайық. U әріпі егерде өзінен кейін бір дауыссыз және бір дауысты әріп келетін болса, ол жерде біз U немесе Ö деп дыбыстаймыз. For example, tube, June, tulip. Екінші ерекшелігі, егерде U әрпінен кейін екі дауыссыз әріптер қатар келетін болса, біз оны қазақ тіліндегі А дыбысымен дыбыстаймыз. Under, public and truck. Дәл сол секілді U әрпінің үшінші ерекшелігі, U әрпінен кейін бір дауыссыз әріп келіп, сөйлем бітеді. Яғни бірақ буынды сөздерде А дыбысымен дыбысталады. Up, cut, but, and etc. Ал енді практика жасайық. Бірінші сөз cup, екінші сөз duty, үшінші сөз underwear, төртінші сөз fun, бесінші сөз flute. Brilliant, guys, nice. You see, guys, U әріпінің бір ғана ережесін білу арқылы кез келген U әріпі бар сөйлемдерді уже дұрыс дыбыстай аласың. Сондықтан pronunciationге ол алфавит деп қарамау керек. Алфавит ол әріптер. А, Б, С. Ал pronunciation сол әріптердің дұрыс дыбысталуы. Pronunciationды білу арқылы өз-өзіңе деген сенімділік артады. Кез келген тексттерді, кез келген кітаптарды дұрыс, ешқандай қорқынышсыз дыбыстай аласың. Осы жерде, guys, бір лайфхак. Pronunciation дағдысын дамыту арқылы одан бөлек ағылшын тілінің екі дағдысын автоматты түрде дамытасың. Бірінші дағды reading. Ол қалай? Кез келген сөзді, текстті, кітапты оқыған кезде біз не істейміз? Reading, яғни оқылым дағдымызды дамытамыз. Ал екіншісі listening, яғни тыңдалым. Біз pronunciation, яғни кез келген сөзді біреуге дыбыстаған кезде, оны біз не істейміз? Тыңдаймыз. Осы жерде біз listening дағдымызды дамытамыз. Төртінші бағыт көбісі ұната бермейтін grammar, яғни грамматика бағыты. Жалпы грамматика не үшін керек? Және ол не мағынаны білдіреді? Жалпы грамматика дегеніміз ағылшын тілінің барлық компоненттерін байланыстырушы клей. Өкінішке орай барлық студенттер грамматиканы математиканың формуласы сияқты жаттап алады. Бұл дұрыс емес. Грамматика үйрену дегеніміз оны қайда қолданамыз, қалай қолданамыз және не үшін қолдану ерекшелігін біліп, практика арқылы өмірімізге автоматтандыру. Бүгін біз there is және there are ережесін үйренетін боламыз. Бұл ережені
Белгілі бір заттың қайда орналасқанын айтқан кезде және де бір адресте не бар екенін айтқан кезде қолданамыз. Біз енді бұл ереженің қайда және де не үшін қолданатынын білеміз. Ал қалай қолданатынын практикада көрейік. Бізде сөздік қорымызда үстел, table, үстінде on және де glasses, очки деген сөз бар. Енді осы сөздік қормен бірге бір бүтін сөйлемді клейлеп құрастырамыз. For example, there are glasses on the table. Біз there is-ді жекеше түрге, there are-ны көпше түрге қолданамыз. Бұның құрылымы былай жүреді. There is немесе there are, және де ол жерде не бар, одан кейін ол қайда бар. Жаңағы мысал келтіргенде there are glasses on the table. Осы құрылыммен бірге кез келген бір затты қайда тұрған адресін айта аламыз және де белгілі бір адресте не бар екенін сипаттап өмірімізге автоматтандыра аламыз. Дәл қазір видеоны паузаға қойып, экранда берілген тапсырмаларды орындап, ережені автоматтандыр. Келесі дағды vocabulary, яғни сөздік қор. Сөздік қордың маңызын айтпасам да өзің білесің. Дәл қазір экранда көрсетілген сөздермен бірге, алдыңғы грамматика дағдысында үйретілген ережелермен бірге сөйлем құра. Қазір айтып өткен 5 дағдының барлығы input, яғни ақпараттың барлығын ішіне қабылдадық. Ал енді бізге қабылдаған ақпаратты сыртқа шығару керек, яғни output. Бұл жерде speaking және де writing дағдысы дамиды. Біз өз ойымызды сөйлеу арқылы, яғни speaking дағдысын дамытамыз және оны қағазға түсіру арқылы writing дағдысын дамытып, толық 7 бағытта ағылшын тілін үйрене аламыз. Сабақты осы жерге дейін қараған болсаң, сенің мақсатың айқын және ішкі мотивацияң мықты деген сөз. Well done. Ал осы жерде саған керемет подарка дайындап қойдым. Видеоны, яғни сабақты соңына дейін көретін болсаң, менің listeningді дамыту курсымда ішінде 100 подкаст мәтінмен бірге келетін курсымда тегін ала аласың. Go ahead. Ал енді өзімен таныстырып өтетін болсам, мен Гүлназ Тәжіхан, ағылшын тілінен 5 жылдық тәжірибем бар. Pronunciation with me және де listeningді бірге дамыту курсының авторы, Сүлеймен Демирел университетінің үздік бакалавр студенті, қазіргі таңда шет тілі мамандықтарын дайындау магистрантымын. Онлайн және де офлайн форматта 1000 студентті оқытқан кәсіби маманмын. Ал екінші бөлімде барлық студенттердің тіл үйренуіне жіберетін топ 3 қателік туралы айтамын. Ең бірінші қателік дұрыс емес фундамент. Барлығымыз білетіндей, біздің білім жүйесінде ағылшын тілін дұрыс фундамент арқылы үйретпейді. Бізде алфавит үйретіледі, одан кейін арада связь үзіліп қалады. Сразу грамматика немесе vocabularyға кетіп қаламыз. Ал менің методикам бойынша ағылшын тілінің фундаментін кезек-кезегімен дұрыс 7 бағыт бойынша үйренетін боласың. Ал екінші қателік тілді тек қана грамматикаға байлап қою. Ағылшын тілі тек грамматикамен шектелмейді. Біз грамматиканы бағана айтып өткендей тек қана байланыстырушы тілей. Ал ол грамматиканы үйреніп болғаннан кейін біз басқа бағыттарда өз ойымызды еркін жеткізіп үйренуіміз керек. Ал үшінші қателік қателесуден қорқу. Guys, nobody is perfect. Ешкім идеальный емес. Біз тіл үйрену кезінде қателесуден қайта қуануымыз керек. Әр қателесу арқылы біз жаңа дүниеге көзіміз ашылып, жаңа ақпарат алып отырамыз. Қателестік келесінде қайталамаймыз. Қателестік келесінде қайталамаймыз. Қателіктен ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Осы 3 қателіктерді алып тастап, бір айдың ішінде өте керемет нәтижеге жеткен менің студентім Динаның нәтижесін бірге тамашалайық. Hello, hi guys, my name is Dina, I'm 21 years old and I started to learn English to take IELTS, but I hadn't taken English seriously because I learned lots of English grammar, but I couldn't speak English fluently. I chose Gulnaz Tæжіхан, but why? Firstly, I started to understand English language. Secondly, I learned how to speak English. Thirdly, write a sentence correctly. I really like Gulnaz Tæжіхан because she explains difficult things for me with a sense of humor. In addition, it's always nice and useful to know that your teacher worked for several years in an English language. And I really recommended this course for you. Менің барлық студенттеріме көмектескен авторлық методикамның ең маңызды ерекшеліктері қандай? Бірінші, сабақтардың барлығы 80% практикадан, 20% ғана теориядан тұрады. Екінші, бір айда бір деңгейде аяқтап шығатын боласың. Үшінші, 7 бағытта ағылшын тілін толыққанды үйренетін боласың. Төртінші, ешқашан құламайтын мықты фундамент құрып шығасың. Бесінші, миды алдау әдісі арқылы сөз жаттайтын боласың. Алтыншы, қазақ аудиториясында аналогы жоқ платформамен бірге сабақ өтетін боласың. Жетінші, тайм-менеджмент және дисциплина дағдысын өміріңе қалыптастыратын боласың. Және ең маңыздысы, ағылшын тіліне ғашық болып, өз-өзінен мотивация алып шығасың. Ал енді платформамен танысып шығайық.
Сабақ жалпы аптасына 3 рет платформада теориялық сабақтар өтілетін болады, және 3 рет аптасына мұғаліммен бірге Zoom сабақтары өтілетін болады. Қазақ аудиториясында аналогы жоқ платформамен таныстырайын. Бізде неге аналогы жоқ платформа деп атаймыз? Өйткені әр сабақ 7 дағды бойынша өтілетін болады. Мысалы, vocabulary партында бізде сөздік қорды тек қана жаттамай, традиционный форматта, мысалы, қалам ол пен, қайшы ол сизис емес, біз әртүрлі ойын форматында оны миымызды алдау әдісі арқылы жаттай аламыз. Мысалы, ол matching, бір-бірін сәйкестендіру ойындары болуы мүмкін, немесе сөздердің дұрыс жазылу форматы, суретке қарап қай сөзді көріп тұрсын деген сияқты әртүрлі практикалық жұмыстар арқылы біз сөз жаттай аламыз. Жалпы сөз жаттаған кезде біз миымызды алдау арқылы, ассоциация арқылы, суреттер арқылы жаттаған өте пайдалы болып келеді. Және сөздердің дұрыс жазылуын білу арқылы кез келген текст оқыған кезде, немесе сөздерді көрген кезде ол сөз біздің миымызда автоматты сақталады. Осымен біздің сөздік қоры vocabulary партымыз әртүрлі ойындар арқылы жатталады. Келесі бізде grammar part. Grammar парттың грамматиканы ең алдымен видео сабақтар түсіндіріледі, грамматикаға байланысты. Оның астында, видео сабақтың астында ережелері жазылып тұрады. Егер де видео сабақ кей кезде түсінбей қалатын болсақ, астында ережелерден қарап қайталап алуға болады. Бұл жерде ерекшелігі платформада видео да болады, ережелер де болады. Астында одан кейін сразу бізде жаттығулар болады. Жаттығуларды сол жерде орындап, система өзі автоматты түрде дұрыс немесе бұрыс жауабын шығарып береді. Келесі бізде pronunciation дағдысы бойынша жұмыс жасалады. Pronunciation дағдысында, яғни бұл жерде әр әріптің, әр сөздің дұрыс дыбысталуын үйреніп жаттығу жасай аламыз. Бұл жердегі практикалық жұмыстың барлығы автоматты түрде жауаптарын шығарып береді. Келесі бізде дағды listening дағдысы бойынша ережелер бар. Мысалы, сөздерді тыңдаймыз. I have a small table, and on the table I have a laptop and a tablet. Егер де түсінбей жатса, қайта-қайта ол аудионы тыңдап, астындағы жаттығуды жасай аламыз. Сонымен қатар reading бізде дағдысында дамыта аламыз. Әр сабаққа байланысты тексттер болады. Сол тексттерді, артикльдерді оқып жаттығуларын жасай аламыз. Бұл жердегі платформаның ең ерекшелігі бізде side notes деген бар. Side note деген заметке аламыз. Өзіңізге таныс емес, өзіңізге ұнаған сөздерді, қарамен жазылған сөздерді жазып алуға болады. Өзіңіз заметкеңізге жазып сақтап алсақ болады. Келесі дағды ең басты дағды бұл speaking дағдысы. Біздің платформаның ерекшелігі дәл платформаның өзіне берілген сұрақтың барлығына жауап жазуға болады. Және куратор сізге автоматты түрде жауабын береді. Қандай жерде жұмыс жасау керек, қандай грамматикалық қателер бар екенін. Одан кейін бізде бүгінгі тақырыпқа байланысты үйренген барлық ақпаратты осы платформаға writing, яғни жазу форматында жаза аламыз. Бұл жерде қанша сөз жазғаныңыз және қандай сөздерді сізге заметкеге алып алуыңызға арналған бізде батырма бар. Жалпы платформаның ерекшелігі осында барлық 7 бағыт бойынша өте керемет, интенсивный жұмыс жасауға болады. Ал енді оқу бағдарламасымен танысайық. 0-ден бастап интермедиат 4 айлық курсының оқу бағдарламасымен қазір таныстырамын. Бірінші айда біз beginner деңгеймен бастап elementary деңгеймен аяқтаймыз. Бірінші айдың бағдарламасы сабақ өзі 1 айда жүреді. 1 айдың ішінде 12 видео сабақтар, сонымен қатар 12 Zoom сабақтары болады. Мысалы, аптаның 3 күнінде бізде Zoom сабақтары, және келесі аптаның 3 күнінде бізде платформада дайын сабақтарды көре аламыз. Сабақтардың барлығы 20% теориядан, 80% практикадан жүреді. Бұл жерде біз ақпараттың 20% қабылдап, ал 80% платформада немесе Zoom сабақтарда практика жасау арқылы миымызға автоматтандырамыз. Одан кейінгі бізде 12 сабақтың платформа тапсырмалары болады. Яғни бұл жерде платформада белгіленген 7 дағды бойынша тапсырмаларды тапсырып, өзіміз куратордан немесе системаның өзінен автоматты түрде кері байланыс аламыз. 7 дағдымен қамтылған сабақтар болады. Платформаның ішінде автоматтандырылған кері байланыс болады. Дұрыс жауабын сол жерде шығарып береді. Егер де дұрыс емес болатын болса, әр дұрыс жауабына жазғанға дейін сенде мүмкіндік болады. Келесі, әр айда, 1 айдың соңғы бізде жексенбі немесе сенбі күнінде Speaking Club, яғни барлық курсқа қатысушы студенттермен бірге 1 реттік Speaking Club өтіледі. Бірінші айдың біздегі программасында миды алдау арқылы
қалай біз өзімізді ағылшын тілін оқуға, мотивация алуға көмектесетін техникалармен танысамыз. Тайм менеджмент дағдысын құруға көмектесетін техникалармен бөлісетін боламын. Ассоциация арқылы сөз жаттау техникасы. Бұл жерде біз барлығымыз білетіндей сөз жаттау өте қиын деген стереотипті бұзып, қалай ассоциация арқылы сөздерді жеңіл жаттау техникасын түсіндіретін боламын. Одан кейін бізде прогресс тест жүреді, яғни әр айдың 12-ші сабағынан кейін қорытындылау тест алынып отырады. Elementary және де pre-intermediate 2-ші ай, pre-intermediate және intermediate 3-ші айдың бағдарламасы дәл 1-ші айдың бағдарламасымен бірдей болады. Бірақ бұл жердегі практикалық тапсырмалар, яғни теориялық тапсырмалар өз деңгейіне байланысты күрделене береді. Ең соңғы ай бізде intermediate. Intermediate 4-ші айға дейін 1-ші, 2-ші, 3-ші айда біз барлық оқу бағдарламасының 100% теориялық бағдарламасын аяқтап қоямыз. Ал интермедиат деңгейінде, яғни 4-ші айда біз тек қана 100% практика, яғни 3 айда қолданылған, алынған білімнің барлығын практикада қолданамыз. Бұл жерде 12 рет сабақта, Zoom сабағында өтіледі, практикалық тапсырмалар болады. Мысалы, shadowing техникасын қолданамыз, қалай акцентті дұрыстау керек, дыбыстауды дұрыстау керегін үйренетін боламыз. Одан кейін барып эссе жазуды үйренеміз, email, яғни хат жазудың техникаларымен бөлісетін боламын. Ең маңызды біздің алған ақпаратымызды, яғни PPT, яғни презентация жасауды және оны қалай дұрыс қорғаудың техникасын үйрететін боламын. Барлық 4 айдың сабағынан кейін 4 айлық қорытынды тест алынады. Қорытынды тесттің нәтижесіне байланысты әр студентке өз деңгейінің сертификаты табысталатын болады. Осылайша біз 0-ден бастап интермедиатке дейін 4 айдың ішінде супер нәтижеге жете аламыз. Тағы да ескертетін жағдай, бұл жерде біз берген платформамен және 12 сабақтың барлығына түгел қатысу отыру арқылы 100% нәтижеге біз гарантия береміз. 4 айлық курстан кейін плейсмент тест тапсыратын боласың. Тесттің нәтижелеріне байланысты өзім сертификаттарды тапсыратын боламын. Менің курсым жалпы кімге арналмаған. Егер де сен бала позициясында болып өз өміріңе жауапкершілік алмасаң, екінші ағылшын тілін үйренуде сиқырлы таяқша іздесең, яғни курсқа келдім, менің миымды ашып, өзі мұғалім құйып береді дейтін болсаң, менің курсым саған арналмаған. Ал менің курсым кімдерге арналған? Ең бірінші санға емес, сапаны жақсы көретін студенттерге. Екіншісі өз өміріне жауапкершілік алып, ересек позициясында болатын студенттерге арналған. Алдында нақты мақсаты бар және сол мақсатқа нақты жеткісі келетін студенттерге арналған. Және де білім алуға сақадай саймын деген, ағылшын тілінен дұрыс техникаларды іздеймін, нұсқаушы іздеймін деген студенттерге құшағым үнемі ашық. Сені өзімнің курсымда күтемін. Good luck!